құрметті ата-аналар, сіздерге бірінші сыныпқа тіркелу үлгісін көрсетемін. Ол үшін ЕГО порталына кіреміз. Және жоғарғы бөлікте кіру деген батырмасы бар. Оң жақ жоғарғы бөлігінде. Және соның ішінде электрондық қолтаңба ЭЦК деп тұрады. Сол бөлімді таңдап, сіздің электрондық қолтаңба арқылы кіреміз бірінші. Және сертификатты таңдау, және электрондық қолтаңбаңыздың паккісін белгілеу. Және пароліңізді енгізесіз. Және ашу деген бөлімді таңдайсыз. Және қол қою деген бөлімді таңдайсыз. Және сіздің кіргеніңіз жөнінде оң жақ жоғарғы бөлігіңізде сіздің аты жөніңіз шығады. Және сіздің балаңызды тіркеу үшін бірінші сыныпқа ол үшін білім деген бөлімді таңдаймыз. Және білім бөлімінде орта білім деген бөлім бар. Сол жақ бөлігінде. Және соның ішінде қызметтер бөлімінде білім беру ұйымына құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау деген бөлімді таңдаймыз. Және онлайн сұрату деген батырмасын басамыз. Және өтініш беру бірінші сыныпта құжатты қабылдау деген бөлімді таңдаймыз. Білім беру ұйымдарының қабылдау және құжаттарды қабылдау бірінші сынып деп тұр. Соны таңдаймыз. Және сіздің байланысыңыз электрондық почтаңыз шығады. Және өтініш беруші ата-ана деген таңдаймыз. Және баланы таңдау. Баланы таңдау үшін сіз балаңыздың өзінің ЖСЕ-ін білу керек. Ол үшін мысалы сіздің ЖСЕ-іңізді көрсетіліп тұрғандай балаңыздың ЖСЕ-ні көрсетіліп тұрады. Мына 14, 12, 29, 61 және 320 деп тұр. Сол электрондық 14, 12, 29, 61, 320 таңдаймыз. Сіздің балаңыз таңдау жөнінде оның туған күні, жылы, туу туралы куәлік нөмірі, барлық мәліметтер шығып тұрады. Және оқу түрін таңдаймыз. Сізде балаңыздың денсаулығына байланысты қандай енді жалпы бөлімде общеобразовательный деген бөлімді таңдаймыз. Және аймақ Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы және өзіңіздің орналасқан мекен бойынша мектептің аты жөнін таңдайсыз. Және оқыту тілі қай тілде орындалады. Мысалы қазақ тілінде болса қазақ тілде деп таңдайсыз. Және сіздің құжаттарыңызды бірінші баланың суретін жүктейсіз. Ол үшін балаңыздың суретін таңдайсыз. Екінші денсаулық парағы 063 таңдайсыз. Екі файл. Және 026 бөлімді таңдайсыз. 026. Және мына бөлім медициналық тама бөлімі және төтенше жағдайдағы бөлімдерді таңдамай қоюға болады. Және келесі баланың тегі қажет па, бала жетім қандай бөлімге таңдайсыз, сол бөлімде таулы әлеумет мен ұсынған деректер дұрыс жауап керек қызмет көрсетуші. Осы бөлімде галочка қоясыз. Деректерді жауапкершілікпен көтеремін және осы пайдалануға келісемін деген мәліметтерді қойып, сіз қол қоясыз. Сізде электрондық қолтаңба арқылы таңдайсыз. Цифрлық қолтаңба ақпараттық тасымалдаушы құрылғы. Және электрондық қолтаңбаңыздың тұрған жерін таңдайсыз. Және екінші бөлімді таңдайсыз, қол қоюшы. Және пароліңізді енгізіп, подписать деген бөлімді таңдайсыз. Және сіздің өтінішіңіз
берушінің номері көрсетіліп тұр, және ата анасы өтінішті берген сұраныстың номері, және қай уақытқа дейін қаралады. Мысалы 5 жұмыс күнде сізде міндетті түрде жауап келеді. Ол жауапты сіз өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіру арқылы қабылдай аласыз. Кірістер деген бөлім бар, және кірістер бөлімінде сіздің жіберілген туралы мәлімет тұрады. Сол мәлімет арқылы 5 күн жұмыс күнінің ішінде сіз мәртебе парағын қарап тексеріп отыра аласыз.